Elhamdülillahi ve kafa, thumma salatu ve selamu ala rasulihil Mustafa ve ba'd. Сұрақ. Олармен некелесу харам етілген әйелдерді баяндаңыз. Жауап. Үйлену харам етілген әйелдер бірнеше топқа бөлінеді. Біріншісі, тек нәсіл себепті үйлену харам болған әйелдер. Екіншісі, емізу себепті үйлену харам болған әйелдер. Үшіншісі, үйлену арқылы туысқандық байланысқа түскендігі себепті үйлену харам болған әйелдер. Төртіншісі, жинау себепті харам болған әйелдер. Бесіншісі, өзгенің хақысына байланғандығы себепті харам болған әйелдер. Алтыншысы, сондай-ақ күпір және шірк себепті харам болған әйелдер болып, міне осындай 6 топқа бөлінеді. Сұрақ. Тек нәсіл себепті үйлену харам болған әйелдерді баяндаңыз. Жауап. Олар мыналар. Адам өзінің анасына, аналарына, мәселен, анасына, өзінің әкесінің басқа әйелдеріне үйлене алмайды. Сосын өзінің бел қыздарына үйлене алмайды. Өзінің туған әпке-қарындастарына үйлене алмайды. Өзінің әкесінің туған әпке-қарындастарына үйлене алмайды. Өзінің шешесінің әпке-сіңлілеріне үйлене алмайды. Сосын аға-інінің қыздарына, туған аға-інінің қыздарына үйлене алмайды. Және туған әпке-қарындастың қыздарына үйлене алмайды. Міне бұл біз тілге алған нәрселер Құран кәрімде ашық айқын баян етілген. Енді бұл жерде аналар дегенімізде кімдер есепке алынады? Жігіттің анасы есепке алынады. Және әке-шеше жағынан болған әжелері есепке алынады. Қанша жоғары көтерілсе де, осының барлығына үйленуге тыйым салынады. Жігіттің өзін туған анасы, және бұған қосылады, әкесінің әйелдері де осыған қосылады. Және жоғары көтсін, әкесінің әжесі, шешесінің шешесі, осылай қанша жоғары көтеріліп берді. Әже атына лайықты, ана атына лайықты кім болса, оның барлығына үйлену харам етіледі. Енді қыздары дегенде кімдерді мақсатқа тұтамыз? Өз белінен болған қызы, және ұл қызының қыздары, яғни немерелері, қанша төмен шөберелер, шөпшектері барлығына үйлене алмайды. Әпке-қарындасы дегенде кімді назарда тұтып жатырмыз? Әке шешесі бір болған әпке-қарындастар. Және де тек шешесі бір болған әпке-қарындастар. Тек қана әкесі бір болған әпке-қарындастар. Міне осылардың барлығы әпке-қарындастары дегеннің айдардың ішіне кіреді. Сондай-ақ аға-інінің қыздары дегенде әке шешесі бір болған аға-інінің қыздары, сондай-ақ шешесі бір болған аға-інінің қыздары, әкесі бір болған аға-інінің қыздары, және осылардың барлығы, оның қыздарының қыздары, оның қыздарының қыздары, осылар кете береді. Сондай-ақ осыған әпке-қарындастардың қызында осылай 3 жақтама өлшеңіз. Сондай-ақ әкенің әпке-қарындастарында осылай 3 жақтама негізде өлшеңіз. Мәселен, әкенің әпке-қарындастары, әкемен әкелес болған әпке-қарындастар, әкемен әкесі және шешелес болған әпке-қарындастар, және тек қана әкемен шешелес қана болған әпке-қарындастар, осылардың барлығы осы айдардың ішіне кіреді. Және бұлардың барлығына үйленуге болмайды. Және осыған ананың апа-қарындастарын қоссаңыз болады. Мәселен, анаңызбен жаңағы не болған әпке-қарындастар, өзіңіздің туған анаңызбен шешелес болған әпке-қарындастарына, әпке-сіңлілеріне, әкелес болған әпке-сіңлілеріне, шешелес және әкелес болған әпке-сіңлілеріне барлығына үйлену харам етіледі. Емізу арқылы келетін үйлену харам болған әйелдерді баяндаңыз. Жауап. Ер кісіге өзін емізген анасына және емшектес әпке-қарындастарына үйлену харам етіледі. Тек нәсіл жағынан кімге үйлену харам етілген болса, емшектес емізу жағынан солардың барлығына үйлену харам етіледі. Тек қана кейбір адамдар, осы тек нәсілде тілге алынған кейбір адамдар кірмейді емізу арқылы харам етілетін адамдардың айдардың астына. Оны иншалла емізу бөлігінде толыққанда түсіндіре кетеміз. Сұрақ. Үйлену арқылы туыстық байланысқа түскен әйелдерге үйлену харам екендігін баяндаңыз. Жауап. Ер кісіге әкесі некелеп алған әйелге үйленуге, мейлі онымен әкесі төсектес болған болсын, болмаған болсын, харам етіледі. Сондай-ақ әке жағынан болама, шеше жағынан болама, әжелеріне үйлену харам етіледі. Мейлі олар қанша биік көтерілсе де, яғни шешесінің шешесі, әжесінің шешесі кете беріледі. Және де баласының әйеліне, қызының әйеліне, баласының әйеліне үйленуіне болмайды. Қанша төмен түссе де. Баласы төсектес болмаса да, баласының әйеліне төсектес болсын болмасын харам етіледі. Және де
кісіге төсектес болғаннан кейін өзінің әйелінің бұрынғы байынан болған қызына үйленуге болмайды. Егер де бұрынғы әйелінің бұрынғы байынан болған қызына сол әйелімен төсектес болардан алдын үйленсе болады. Мәселен, бір қыздың бой жетіп қалған қызы, бір келіншектің бой жетіп қалған қызы бар. Сол келіншекпен некелестіңіз. Некелескен кезде сіз сол келіншекпен некелескеніңіз себепті жаңағы қыз сізге арам болмайды. Бірақ сіз сол келіншекпен некелесіп, онымен төсек қатынасқа түссеңіз, оның еріп келген қызы сізге үйлену харам болады. Ал егер де оған жаңағы некелесіп, содан кейін тіке ажырасып кетіп, қызына үйленем десеңіз, онда сізге ол харам етілмейді. Сұрақ: жинау арқылы үйлену харам етілген әйелдерді баяндаңыз. Сұрақ: жауап: туысқандардың арасын бір уақытта некеде жинау харам етіледі. Олар кімдер? Туған әпке-сіңлілерді бір уақытта некесінде жинау харам етіледі. Ол жайында Құранда ашық айқын баян етілген. Абу Хурайра радиаллаху анхудың ұстанымы бойынша, әйелді әкесінің әпке-қарындастарының үстіне алуға, не әкенің әпке-қарындасын ағаның қызының үстіне алуға, не әйелді нағашы әпкесінің үстіне алуға, не нағашы әпкені әпке-сіңлінің қызының үстіне алуға тыйым салынғандығы жеткізілген. Сондай-ақ бұл тілге алынған туысқандық қатынасы бар әйелдерді үлкені кішісінің үстіне, кішісі үлкенінің үстіне некеленбейді. Бұл мәселеде фақихтер жалпылама ережені тілге алған. Ол, егер де екі тараптың бірі еркек болғанында тегі себепті, не емшектес болғандығы себепті үйленуге тыйым салынған болса, сол тараптың қыз болғандығында ол тыйым салынады дейді. Мәселен, мысалы, бір еркек өзінің әпкесіне үйлене алмайды, өзінің туған әпкесіне үйлене алмайды. Демек, ол егер бір адам туған әпке-сіңлілді алуға болмайды. Неге? Екеуінің біреуі еркек болғанда екеуі бір-бірімен үйлене алмайтын еді. Тура сол сияқты. Бір еркек өзінің әкесінің туған әпкесіне немесе сіңлісіне үйлене алмайды. Бір еркек. Демек, қызды өзінің әкесінің туған әпке-сіңлісімен бірге жинауға болмайды. Неге? Өйткені бір жағы еркек болғанда екеуі бір-біріне үйлене алмайды. Міне осы ережеге салып, лажыңыз барынша түсінуге тырысып көріңіздер. Сұрақ: күпірлікпен және шірк жасағандығы себепті үйлену харам етілген әйелдерді баяндаңыз. Жауап: егер кісі ислам діннен өзге дінде болса, және ол сол өзге діндердің қайсына бас иетін болса да, мұсылман қызбен некелесуіне болмайды. Ал мұсылман еркекке күпір жолындағы не отпарас, бұтпарас секілді шірк жолындағы кез келген қызға үйленуге болмайды. Юдист бола ма, кришнаит бола ма, буддист бола ма, олардың кез келгеніне үйленуге болмайды. Тек қана мұсылман еркекке яхуди, насрани, еврей, христиандардың қызына ғана үйленуге болады. Ал мұсылман қыздарға яхуди, насраниге де өзге дін өкілінің кез келгеніне тұрмысқа шығуға болмайды. Сұрақ: өзгенің хақысына байланғандығы себепті үйлену харам етілген әйелдерді баяндаңыз. Жауап: ер кісіге өзге еркектің әйеліне, не өзге еркектен идда күтіп жатқан әйелге, мейлі ол иддасы талақ себепті болсын, мейлі ол иддасы байы өліп қалғандығы себепті болсын, немесе қандай да бір бұзылған некемен болсын, қосылғандығы себепті идда болса да үйлену харам етіледі. Енді осыған қатысты кейбір мәселелерге шолу жасап кетсек. Сұрақ: зина менен үйленгеннен соң келетін туысқандық байланыс арқылы үйлену харам болуы бекемделеді ма? Зина мен біреумен ойнас жасағаннан соң. Жауап: иә, кімде-кім қандай да бір қызбен зина жасаса, яғни некесіз қарым-қатынас, жыныстық қатынасқа түскен, не болмаса оны некесіз, оны шахватпен ұстаса, және ол әйел мұны шахватпен ұстаса, және ана әйелді бұны шахватпен ұстаса, ондай жағдайда ол әйелдің қызына және оның анасына үйлену харам етіледі. Сұрақ: әйел менен ол әйелдің алдыңғы күйеуінің өзге әйелінен туған қызы екеуін бір уақытта некеге жинауға бола ма? Жауап: олай етуге болады. Бұл қандай сурет? Мәселен, бір адам бір еркектің бір әйелін талақ етті. Бір еркек бір әйелін талақ етті. Оның басқа әйелінен бір қыз бар. Жаңа қызды бір еркек алды да, ананың талақ еткен әйелінде алса болады. Неге? Өйткені ананың өгей шешесі де бұны қыздың өгей шешесі ана әйел. Демек ол екеуі бір-біріне ешқандай қатысы жоқ болып табылады. Сұрақ: бір жігіт әйеліне талақ берсе, оның әпке-сіңлісін біреуіне үйлене алады ма?
Жауап: егер еркек әйеліне байын талағымен, не раджи талағымен талақ берсе, оның әпке сіңлілерінің біріне қашан өз әйелінің иддасынан шықпайынша үйленуіне болмайды. Егер өз әйелі иддасынан шықса, беймарал үйлене алады. Жалпы біз бұл жерде қолымыздан келгенше кімге үйлену харам, кімге үйлену адал екендігін түсіндіруге тырыстық. Міне осы біз тілге алған харам етілген әйелдердің басқа өзге әйелдердің барлығына үйлену адал етілген. Бірақ біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Біздің қазақтан атам заманнан келе жатқан бір дәстүріміз бар. Ол дәстүр бойынша 7 атаға дейін қыз алыспай, қыз алды берді болмау. Бұл, яғни біз адал деген кезде үйлену міндетті деген мағынаны білдірмейді. Бәлкім осы дәстүрмен 7 атадан кейін ғана қыз алсаңыз, біз абзалырақ болады. Біз бұл тілге алған мәселелер үйленуге болатын, болмайтын мәселелер. Бірақ қайсысына үйлену абзал деген келсек, бұл кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның араларыңды ұзақ етіңдер, денсаулықтарың мықты болады деген хадисіне сүйенген халде атамыз қазақтың 7 атадан кейін қыз алу деген дәстүріне амал еткендігі жақсырақ және абзалырақ деп санаймыз. Хада валлаху а'лам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.